Армысыздар, бүгін желтоқсан 19 кешкі ақшам зікірінен хабар береміз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Көріністе африкалық еркек орыстардың ұлттық киіміне ұқсас киім киіп алыпты. Көйлегі қызыл екен, үстіндегі. Орыстарға көптеп тартылады африкалық нәсілділер. Орыстар керісінше ділі төмендейді деген түсінік келді. Осы алдағы 10 шақты күнде күріштен жасалған тағамдарды ішкен дұрыс екен. Күріш арқылы іш жақсы тазарады екен. Сондай-ақ күрішті қорытуға бейімділік мықты болады екен осы 10 күннің ішінде. Жетіген өнімен жетілетін кезең бар деген ақпарат келді. Жетіген үн тыңдау арқылы жүйке жүйесіне дем түсіп, жүйке одан сауығады екен. Сондай-ақ Африка мемлекетінде табиғи апатпен байланысты сынақ болады екен. Зікір қуатында омыртқа бойға дем, омыртқа зақымдарына, сондай-ақ мойын, бел омыртқа, тұтас омыртқа бойға шипа бар екен. Тыныс жолдары тарылатын адамдар бүркеніп, түймедақ шөбінің буына тыныстайтын болса, тыныс жолдарын бітеп тұрған ластықтардан тазарады деген ақпарат келді. Бірақ бұны 9 рет жасау керек, сол кезде нәтижесі болады екен. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Желтоқсанның 21-і ақшам зікірдегі ақпараттар. Айнала дізіліп отырған аталар көрінді. Қазақша киім киген. Қолдарында қобыз домбыра болды. Орталарында лаулап от жанып тұрды. 8 аяқ кесіртке айбар шексе, тілі оның кесілер деген үн келді. Одан кейінгі көріністе таудың ішіне кіретін үңгір есік көрінді. Соның жанында қазанның астында от жанып, қазанның бетіндегі қақпағынан булар шығып жатты. Ниет пиғыл тарылмас, қазан іші азаймас деген үн келді. Бисмиллахир-рахманир-рахим. 22 желтоқсан таңғы зікірден ақпарат. Мешітте қаз-қатар намаз оқып тұрған адамдарды көрсетті. Олардың отырып тұрған кездегі ашылған денелері көрініп тұрған көрініс болды. Сон темірді иіп тұрған ер бала көрінді. Болашақ дүниеге келер ұрпақ деген үн келді. Жер бетіндегі тіршілік иелерін өзіне демімен тартып жұтқалы тұрған аждаһа көрінді. Ақшам зікірі қорқытады. Сыншылда керек тураға, көкірек аспандатпай қақпауға, біле жүрсең кем тұсты да шоқтыртпай қаралықты қараға, тоғырғандай қанаса тілге де болар сабырлы, пейілін сатпас малға да берсе дағы бәр әлемнің алтынын, адамда жатпас тыныштықта үнемі жан қоямас сұраусызда, ол да азығын іздеп тоярма, бар жақсына істемей тұрама. Ақшам зікірі. Қайназар ата, өмірден ерте өткен қара африкалық баланың қанаты қараға айналып ұшып жүргенін көрдім. Үкі басын айналдырды да замана өзгереді деді. Ұрықтың адамға айнала бастағанын және ішінде де сондай бір ұрықтың өсіп жатқанын көрдім. Ақ киімді денелі ақ сақалды соқыр мылқау танымас тірі жанды. Үсті басы ақ қырау түсі суық басқан жер сықырлап келіп қалды. Деп келді де мынадай көрініс өтті. Өте алып денелі қуарған сақалы ақ ата көрінді. Оның жанында үйлер тым кішкентай екен. Қарларды күрекпен үйлердің үстіне лақтырып жатқан көрініс болды. Қыс айының киесі деп келді. Ассаламағалейкум, әлемет қауым. Бүгін желтоқсан 22 жұлдызы зікірден ақпарат. Қазір апай өзің айтыңыз. Амансыздар ма, қазақ елі? Бүгінгі көріністе үлкен биік жартас құзды көрсетті. Соның басында барлық тақуа жолында жүрген пенделер бәріміз тұрмыз, ал төменгі жағы үлкен көл екен деймін. Сол жерден бәріміз суға қарай секіріп жатырмыз. Бірінші болып ер адамдар секіреді. Ішінде Нұрғиса бар. Нұрғиса секіргенде суға бүркіт болып ұшып қонып атты. Әр пенде өзінің дәрежесіне қарай әртүрлі құстың бейнесіне еніп атты. Біреулер аққу болып жатты, біреулер қазы болып жатты, біреулер үйрек болып жатты. Әркім өзінің дәрежесіне қарай сондай дәреже алды. Екінші көріністе
екі үлкен ер адам мен әйел адамның бас киімдерін көрсетті. Орындықта тұрған. Алланың нұры қызғылт күлгін болып, бірінші әйел адамға келіп түсті бас киіміне. Ол жарқырап жана бастады. Екінші болып ер адамның басына сол сәуле келіп, шағылысып, ол нұрлана бастады. Сол көріністі көрсетті. Одан кейін орданың ішіне ашық көк жасыл нұрлар келіп, Саурық Батыр ордасына құйыла бастады. Армысыздар ма, мал жандарыңыз аман ба? Бүгін ақшам намазының көрісінде көк ашылды да. Бүгін мен Мұса пайғамбармын дейді, бірақ ол кісінің көкте тұр да, жерге таяқ тиіп жоқ, көкте көтеріліп тұр да, қолында таяғы бар. Бұлай дейді, перғауынның су ашылып, перғауын суға батқанын ай дейді. Судан өтсе де дейді, адамның көбіктері өтіп алып күмән келді екен дейді. Одан кейін бұндай жағдай сол кезде болған дейді. Бұл қайталанады дейді. Әлем қысқараз болды дейді. Көктің есігі ашылды дейді. Мына өзі қазақтан өздері Құдайдың өзін дайындаған ғана санаулы адамдар бар дейді. Мөр ашатын санаулы адам бар дейді. Оны Құдай өзі тылсымнан дайындаған дейді солар. Туа өтіп дайындаған дейді. Енді солар алдайдан кейін дейді, оянады дейді. Олар мөр ашады дейді. Олар пайғамбарларға кездеседі дейді. Ал басқасын бәрі өтірік дейді. Аяқта мөр болады дейді. Оң аяқта да болады, сол аяқта да. Ол мөр пайғамбардың мөрі дейді. Ол сондай мөр ашатындар екі аяқта да бірдей болады. Аяғында мөр болмай өйтіп айта бермесін дейді. Одан кейін айтады, мына 40 күндік оразаның өзінде үлкен мән бар дейді. Оны көбі елемеді дейді. Ой, бұл қайдағы ораза? Бейуақыттағы бір-ақ уақыт ораза бар ғой деп. Олардың өздерінде дейді, сондай сын келеді дейді. 40 күндік оразаның өзінден дейді, іріктеліп шығады дейді. Оның бәрі өтіп кетпейді дейді. Оның өзіне де өзгізеді дейді. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Арыстан баб ордасы таңғы зікірден алынған ақпарат. Көрінісі далада, ең далада жалғыз зират екен, сол барып зиратты көріп тұрмын. Таспенен, сапақ тік таспенен қоршалған екен, қоршау ұқсап. Соны зиратты төңкерісті көріп тұрмын. Содан ойлап тұрмын, осыны қазып зерттеу жүргізу керек деп, сондай көріс. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Қайыртам бүгін таң намазынан келген ақпаратта Құдай жаратылысымен болысымен адам мүмкіндігі бойындағы ашылмаған қабілет қасиеті баршылық. Сол қасиет қабілет ата салт дәстүрмен әруақ жетегімен ашылғаны адамның өзіне адамзатқа пайдасы тиеді. Сол қасиет қабілет қадағалаусыз болса қара күшке жалғанып, қаралық ықпалымен өзіне де басқаға да адамзатқа қасірет болады. Жақсы нәрсе теріс қолданып кесірі тиеді деген ақпарат келді. Құдай болмысынан әруақ жетегінен ажырамау керек. Құдайдың қалауымен әруақ жетегімен жаратылыс тіршілік жаңа ғасырға қадам басқан шағында осы әруақ жолы бастамасы болып келеді деген ақпарат. Жолында ашан десең мойынсынып тазарынып ақтал деген ақпарат. Әруақ жолын қағидасымен жүретін болды. Жалпы зікір не әруақ жиналады. Әр шаңырақта зікір салынып отыру керек. Шаңырақ тазарынып, нұр түсіп, шапағатына бөленеді. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Қарабура ата қолдау салды. Зікірде көріністе Қырғызстандың Ысықкөл, Алай, Жұмғал, Талас облыстарында қатты қардың түскенін көрсетті. Мал шаруашылығы қиналуда, малдардың қатты суықтан қырылып жатқанын көрсетті. Қарсқырлар, бөрілер топ-тобыменен малға шабуылдауда, аш қарсқырлар көбеюде, адамдарға да шабуылдап жатқаны көрінді.
қатты қардан көлік апаттары да көптеп бір-біріне соғысқан көліктерді көрсетті. Адам шығымының көптеп қайтыс болғандары көрініп тұрды. Кейінгі таңда, кейінгі көріністе Қырғызстандың ақ үйін көрсетті. Ордалы жыландың ордасына айналғанын көрсетті. Ол жыландар айдаһарға айналды. Айдаһар бір-біріне у шашып, бір-біріне шабуыл жасап, қатты соғыс айқасы көрінді. Ақ үйдің іші қанға толған, қабырғасы белшесінен қызыл қанға толған, қандың иісі шықты. Қарғысқа түскен жемқорлар сол ақ үйде отырған. Құрбандықпен ақталсын дегендері болмайды. Әулені, аруақтың, Алланың оңдығы болмайынша, әуленің қолдауына жетегін арқасында жүрмесе, әрбірінің өзінің қазылған көрі бар, жасаған қиянаттары өздерінің ұрпақтарына қарғысы тиеді деген аманат түсті. Кейінгі көріністе Бішкектің Дордай деген шағын базар көрінді. Осы бір 4 күндің жүзінде 4 деген саны көрінді. Қауіп төніп тұр. Өйткені Қытайдан келген бір сым темірлерінен үлкенді қауіп болып, өрт апаты шығады екен. Аласапыранды халықтың қиналуын көрсетті. Өрт шалған адамдар көп зардап шекті өрттен. Сондай бір қырғын бірі-біріне көралбастықтан жасалған, әдейі адамдың қолынан жасалған қастандықтар ойыстырылады екен. Өрт көп адамдың шығынға батырып, ібіліс сырттай бақылап қуанып тұрғаны көрінді. Қырғызға өте аласапыранды басталды. Ақ үйде отырған сол жағалылар құрбандықпен ақталсын, тәубесіне келсін деген ақпарат алынды. Бүгін желтоқсанның 19-ы таңғы зікір. Ордаға Қабанбай Батыр ата келді. Найзасымен орданы аластады, қаралық салып түсірді. Алла тағала бір адамға бақ берем десе, үйіп төгіп бере салады екен. Мен сондай жандардың қатарынан орын алдым. Маған атақ та, дәулет те, ұл да, қыз да, сүйікті жар да бұйырды. Тіпті дұшпанымның өзі сүйінді. Сыртымнан құрмет көрсеткенін ішім сезетін. Ханның өз туған атасындай құрмет тұтты. Сол үшінде менде не бар? Мен оны халқымнан аяғаным жоқ. Тек бар ойымыз қалың қазағым деп өмір кештік. Келешекте басыма зәулім кесені орнайды. Келіп күнәсін жуып, батамызды алып масайрап қайтады. Өз ұрпағым ұйқыда, оянуы да қиын. Ата жолы ақталып, еңсесі көтеріліп, биіктен қарап тұрғанда ұрпағым бармағын тістейді. Солардың қатарында болмағанына, қиыншылықты бірге бөліспегеніне өкініп, өзі өртенеді. Бүкіл әлем қолбасшысы атанып, басыма кезек күтіп, аруақтың батасын аламыз деп сарағаяқ кезек күтетін жандарды көріп тұрмын. Әттең, қазағым әлі де марға ұйқыда. Ұйықтамағаннан бұл қазақ ұялмады да, қызармады да деп кетті Қабанбай ата. Армыздар бүгін желтоқсан 20 күні таңғы зікірден қалар жерлейміз. Бір әйел адамды көрсетті, шашы қырықпа шашты, қара шашты екен, басына шапка киіп апты, қара киім киіп апты. Былай қарағанда, сырттай қалғанда бір жас жігітке ұқсап қалады, арықтау келген. Су әзір кезде бір делумен байланысты күмәнді адам екен, соны көрсетті. Одан кейін бір үңгірдің тау екен, таудың үңгір ар жағынан бір жап-жарық нұр шашып тұрды. Үңгірдің ішінен бір шағын қала көрінді. Осындай көріністе. Сосын өздігінен қайнап жатқан ақ шайнекті көрсетті. Бұрқырап төгіліп жатыр екен. Осындай көрініс. Жақсы. Енді бұл әруақтардың осындай Құдайдың есеп түскеннен кейін, хабар келгеннен кейін бұл жай ғана ескерту. Ол енді сол күмәнді адам болып тұрса, демек оған бір қауіп қатер бар деген сөз. Бірақ осыны түсінемек өзі. Бисмиллахиррахманиррахим. Жусанның тамырын қайнатып, малға берсе, ішектегі құрттардан тазарып, мал тез салмақ қосып жақсарады екен. Сондай әйелдердің бір-бірімен келіспей,
ренжісіп қалулары жиілейді екен. Зікір қуатында асқазан өт жолдарына шипа дем бар екен. Сондай-ақ лауазымды адамдар топтасып көлікке мінуден абай болу керек екен. Себебі сапарға шыққанда жолдарында үлкен сынақтар болулары мүмкін деген ақпарат келді. Сол лауазымды адамның алдымен сол құрбандық шалып осындай амалын жасау керек та. Болмаса шынында бәріне ол сынақ түсті. Бұл арналған ескерту енді. Бұл бірақ енді оны орындаймын, орындамаймын. Қабыл болсын. Бисмиллахиррахманиррахим. 22 желтоқсан Баянбайтақ ордасы ақшам намаздан кезі зікір ақпарат. Бисмиллахиррахманиррахим. Кешкі ақшамнан көрінген көрініс бір шөп қалың боп шыған ба деймін, көктемде топ боп өсіп, биік боп. Соны көрсетіп жатыр, жердің бәрі көкпеңбек шөп енді. Өте бір әдемі боп. Содан бір әйел кісілер келді де лифтпен жоғары көтеріліп кетті. Артынан енді қара құрым адам келді. Сөйтіп жерге кіремай жатыр. Зікірге кіремай таласып, ой әбір жіберді. Орысы да бар арасында, қазағы да бар, жоқ көп. Содан бір кісілердің қолдарында кісен бар екен, сол кісен біреулер кеп шешеді. Сол шешкен кісендерді менің қолыма кеп беріп жатыр да. Сондай көрініс болды. Бисмиллахиррахманиррахим. Төбеден қалың болып, жасылдың ашық реңі түсті. Ұзын жіп сияқты түсті да. Оның үстілерінде думалақ күміс сырға сияқты күміс көп болды. Солай көрініс, және де бір келін, жас келін дейді, бір келіншек басы ашылмаған, беті жауып тұр, ұзын несі бар, бөрігі бар, тәтті тамақтарды шашу болып жатыр. Кейін қасында бір ірі, бір батыр сияқты біреу келді, оны ұстатты, алай әп кетті. Сондай көрініс болды. Және бір ер азаматты көрсетті, басындағы тақиясын. Басында тақиясы үстінде бір тал өсіп шығып жатыр, ерекше тал өсіп шығып жатыр. Талдың бұлай нелері бұдақтарында әртүрлі көрініс бар, біреуінде шашақ, біреуінде шылдырмақ дегендей. Сондай көрініс болды, және де ол сол шашағы бары, сол бір неде төбеге қарай бір жерде жүріп кетіп жатыр да, сондай көрініс болды, қызық. Аспан тоқ көк, сондай жұлдыздар бар, сол жақ қарай кетіп жатқан көрсетті, сондай көрініс болды. Және бір сап-сары қабырға тұр, үйдің қабырғасы, сол жерден тесіп, тұмсығымен тесіп шықты, бегемот. Дәу аузын ашты, тісі бар. Аузын ашып, аузыны бәрін саватыр. Қоқыстарын бәрін аузын саватыр, аузын ашып. Сондай көрініс болды. Және де мынандай не көрініс болды, жерде, таза жерде иқс көрінді, мынандай иқс кейін үстінен түскен плюс көрінді. Және де сарылау, сәл бұлай сары жіппен салы жылтырап өтті. Сондай көрініс болды. Кейін бір қыр сияқты, ол жерде қырдың әр жерінде тоқ көк бар ғой, көк. Сонда плиткалар болады ғой, кесілген ұзын қып әдемілеп. Әр жерінде сондай плитка қойылған, кейін бір жерінде саты болып сондай плитка қойылған. Сол енді ойпат жерлерді жаңартатын сияқты сондай көрініс болды. Қайырлы кеш. Бисмиллахиррахманиррахим. Қожа Ахмет Яссауи бабамыздың белгісімен бүгін ордаға Ыбырай Алтынсарин келді. Қолында қаламы болды, бір қолында угаскасы болды. Мына ата жолдарға білім тереңдету керек екенін айтып кетті. Көзқарасымыздың өзгеретінін келесі кезеңге өтуге емтихан болатынын айтып кетті. Сосын көріністе Алматының аэропортын көрсетті. Көтеріліп жатқан ұшақта от қаупі болатынын көрсетті. Соған сақ болу керек. Сосын келесі көріністе Жапон елінде көп қабатты үйлерде сынағы болады екен. Зікірде жұтқыншаққа шек жолдарына дем түсті. Бисмиллахиррахманиррахим. 18 желтоқсан таңғы зікірден алынған ақпараттар мен көріністер.
зікір басталғанда тісіме және оң құлағыма ем түсті. Екінші көріністе қызыл ала сиыр көрінді. Жеңі үлкен екен. Тақуа киім киген әйел сиырды сауа бастады. Сауған сайын саусақтар арқылы бүкіл денесіне қуат қосылып шипа түсіп жатты. Дәретсіз сиыр сауса кері әсері болып саусақтары қисайып, шорлар пайда болады екен. Тағы бір көріністе Сарқытжан апаны көрсетті. Бас киімінің сыртында екі құлақ тұсында құстың аппақ қауырсындары бар екен. Сол қауырсындар арқылы аспаннан тоқ жүріп жатты. Ол хабар алатын құрылғы екен. Өскеменнен Жанар. Бүгін желтоқсанның 20-сы таңғы зікір. Ордаға Жанболат келіп домбырасымен ордан аластады, қаралық сылап түсірді. Екі үкіметтің, екі дүнияның куәгері болған Жанболат ағаның сендерге айтары бар. Мендей аталарың 5 атаның құрамына кірген соң, қазағым деп исі қазақты тілеп сұрап жатырмыз. Мені орысшыл деп едіңдер, қазағым, нағыз орысшыл сендер боласыңдар. Өйткені орыс сенің қан жағынан бөтенің емес. Алла тағала өзі түрі түсі бөлек болса да, саған туыс қылып қойса, қайда барып қашып құтыласың? Басқаларға арағанда саған бүйрегі бұрылып тұрады. Қатар отырған соң ауыз күйіс, барыс келісте көп болады. Түбі бірлесіп бір Аллаға қызмет атқарасыңдар. Алла тағала өзінің жоспарын жазып сызып қойса, сенің орындаудан басқа лажың жоқ. Көнсең де көнесің, көнбесең де көнесің. Керісінше Аллаға жағып, екі халықта етек жеңін жинаса, кеткен қате кемшіліктің бетін қайтарады. Солай болады да. Ойпатты жерге жете алмай, ұрып, солармен бірге кезекке тұрасың, сонда бір көрерсің. Бәрі адамдардың өзіне байланысты. Алла да, аруақ та сенің өзгергенін тосуда, деп кетті Жанболат. Aruақтан, аталықтан қолдайды.